Сәлем, кабачкиден қимақ жасаймыз. Кабачкиді теркадан өткізіп алып, теркадан өткізілген кабачкидің суын ажыратып, жұмсағын аламыз. Жұмыртқа, татымына қарай тұз, қара бұрыш, ұнды, сұйық майды қосып араластырып бірден пісіреміз. Табаға аз ғана сұйық майды құйып қыздырып алып, бір ас қасықтан салып пісіреміз. Қимақтың асты піскеннен кейін келесі бетіне аударып, қызартып пісіреміз. Одан кейінгісін сұйық май жеткілікті болса, бір ас қасықтан салып пісіріп аламыз.